Оқушылар, бүгін біз рационал сандардың периодты ондық бөлшек түрінде жазылуын түсіндіретін боламын. Және периодты ондық бөлшектер таза және аралас болып екіге бөлінеді. Сол жайында айтатын боламын. Бірінші 574 есепте берілген есептің шартын оқиын. Мына рационал сандарды периодты ондық бөлшек түрінде жазыңдар. Бөлуді екінші периодты шығарып алған соң тоқтатыңдар. Енді қалай шығару керек екенін түсіндірейін. Енді бірінші үлгіге қарайтын болсақ, бізде не дейді? 4, үлгіні бірінші түсіндіріп шығайын. 4/3-тен 1, Енді оны былай жазуға болады. 4 қосылған 3-тен 1 деп жазуға болады, Енді 4-ті жазып қоямыз. 1-ді 3-ке бөлеміз, бұрыштап бөлеміз. 1-дің ішінде 3 кездеспейтін болғандықтан 0 бүтін болады, Сол кезде мына біздің біріміз 10-ға айналады. 10-ның ішінде 3 неше рет kesеді? 3 рет kesеді. 3 пен 3-ті көбейтемін, 9 болады. Азайтамын, бізде 1 болады. 1 жетпейді, 0 болады. 0 түсіреміз, 10 болады. 10-ның ішінде 3 болады. Сөйтіп тағы да 9 болады. Енді арғарай 1. Сонымен бізде арғарай кете береді. Сосын мынаны жазамыз. Плюс. Енді 1 бөлінген, яғни 1-дің 3-ке қатынасы, ол бізде 0,3 деп кететін болып тұр, Оны біз былай жазуға болады. 4 қосылған 0, қайталанатын санды период деп атаймыз. Соны біз жақшаның ішіне жазуымызға болады екен. Енді арғарай бүтін сан мен бүтін санын қосамыз. Сол кезде біздің 4 бүтін периодта 3 деп атайды екенбіз. Енді өзіміздің мысалымыздағы есепті қарастырайын. 2/9-дан 1 деп отырғанымыз, есептейік. 2 қосылған 9-дан 1. Ол тең болады 2 қосылған 1-ді бұрыштап 9-ға бөледі екенбіз. 1-дің ішінде 9 кездеспейді, сол себепті 0 бүтін болады. Сол кезде біздің біріміз 10-ға айналады екен. 10-ның ішінде 9 бір-ақ рет kesеді, 9 болады. 1, қайтадан 0 түсіреміз, 1, 9 болады, азайтамыз. 1, тағы да 1 болады, 0, 9, 1, солай кете береді екен, Онда біз оны жаңа алдыңғы есепте айттық, 0 бүтін қайталанып тұрған 1-ді период деп атаймыз да, жақшаның ішіне жаза саламыз. Сонда бүтін мен 2 бүтін санды қоссақ, 2 бүтін периодта 1 болады екен. Енді мынау санды көрейін. Осы санды түсіндірейін. 4 бүтін 6-дан 1 деп отырғанымыз. 4 қосылған 6-дан 1. 4 қосылған 1-ді 6-ға бөлеміз. 1-ді 6-ға бөлеміз. 1-дің ішінде 6 кездеспейді, 0 бүтін болады. 0 бүтін болғаннан кейін мынау бізде уже 10-ға айналады. 10-ның ішінде 6 бір-ақ рет kesеді. Көбейтеміз 6, минус қоямыз, 4 болады. 4-тің ішінде 6 кездеспейді, 0 түсіреміз. 40 болады. 40-тың ішінде 6 рет kesеді. Көбейтеміз. 4, 0, 6, 36, 4. Яғни бізде қайталанатын сан 6 екен. Бұны былай жазамыз. 0 бүтін 10-нан 1
периодта 6 деткенбіз. Енді бүтін сан мен бүтін санды қосамыз. Сонда бізде 4 бүтін 1/1 периодта 6 деп атаймыз. Түсінікті деп ойлаймын. Енді жазып алсаңыздар, экранды өшіремін. Келесі 575-ші есепті шарайық. 575-ші есепте периодты ондық бөлшек түрінде жазыңдар және оны оқыңдар дейді. Бірінші 2-нің 3-ке қатынасын табайық. Дәл жаңағыдай 2-ні 3-ке бұрыштап бөлеміз. 2-нің ішінде кездеспейді. 3 деген 0 бүтін болады, кездеспейді. Сол кезде мына біздің 20-ға айналады. 20-ның ішінде 3 бізде 6 рет кездеседі. Сонымен бізде 6 болып кете береді. 0 бүтін 6 деп кете береді. Яғни оны біз 0 бүтін периодта 6 деп жазуға болады екен. Келесі есеп минус 22-де 3. Бұл дегеніміз дәл солай бұрыштап бөлеміз. 0 бүтін 13-де 63. Минусын тастауға болмайды. Минус 0 бүтін 113 периодта 63. Келесі есеп бізде әр жерінен түсіндіріп кетейін. Маған түсіндірейін. 7-нің 36-ға қатынасы. Ол бізде 0 бүтін 119 4 деп кетеді. 0 бүтін 119 периодта 4 болады екен. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі есепке көшейік. Минус 9-дан 7 ол болады бізде минус 0 бүтін периодта 7. Келесі 15-де 4 тең 0 бүтін 2 периодта 6. Келесі есеп 33-те 2. Келесі есеп 30-та 7. Минус 22-де 1 минус 0 бүтін 27-де 5 тең болады 0 бүтін периодта 185.
Енді соңғы бір есеп қалып тұр. 1-дің 12-ке қатынасы ол бізде 0,08, яғни 100-8 периодта 3. Енді бізде айтып тұр. Бір жолға аралас периодты, екінші жолға бізде тазаны жаз дейді. Енді бізде қайсысы оқылуымен қайсысы таза, қайсысы аралас екенін айтып кетейін. -9-дан 7 оқыған кезде -0 периодта 7. Яғни үтірден кейін сан ортада қосылмаса, онда ол период бірден айтылса, бізде таза деген сөз. Таза периодты ондық бөлшек деген сөз. Енді 4-дің 15-ке қатынасы, немесе 14-тен 15-те 4, ол дегеніміз 0,2, үтірден кейін бір сан тұр, 2 периодта 6, яғни үтірден кейін және периодтың алдында сан жазылатын болса, ол бізде аралас болады екен. Аралас периодты ондық бөлшек екен бұл. Келесі 2-ның 33-ке қатынасы оқылған кезде 0,0 периодта 0,6. Бұл бізде бірден үтірден кейін период жазылғандықтан бұл бізде таза болады екен. 7-ның 30-ға қатынасы 0,2 периодта 3. Ол бізде араласты береді екен. Келесі -1-дің 22-ке қатынасы, немесе 22-ден 1, ол -0,0 периодта 45. Бұл бізде аралас болады екен. Келесі -27-ден 5, мына жерде минус таңбасын қоюымыз керек, тастап кетуге болмайды. Ол бізде 0,0 периодта 185. Бұл бізде таза периодты ондық бөлшек. 1-дің 12-ке қатынасы 0,108 периодта 3. Үтірден кейін сандар араласатын болғандықтан, бұл бізде аралас периодты ондық бөлшек болады. Бүгінгі сабақ түсінікті деп ойлаймын. Біздің каналымызға подписация етіп, келесі видеоларымызды көрулеріңізге болады. Немесе ақылы түрде курсқа қатысып, өз білімдеріңізді шыңдаңыздар.